Türkiye'nin 100 жылдығының дайындықтарын мықты әйел, мықты отбасы, мықты Türkiye бағытында орындаймыз. Мақсатымыз кезек-кезегімен әйелді, отбасын және елімізді күшейту. Мықты отбасы ұлт мемлекет болып аман қалуымыздың ғана емес, болашағымыздың да кепілі. Мықты отбасының бірінші және ең маңызды шарты мықты әйел екенінде еш күмән жоқ. Олай болса, біз әйелдерді отбасынан ажырататын, әйелдерді отбасына қарсы қоятын және әйелдер мен отбасының арасына қабырға орнататын кез келген көзқарасты қабылдамаймыз. Біздің қоғамға әртүрлі пакеттерде ұсынылған мұндай перспективалар тек ұлтымыздың ғана емес, бүкіл адамзаттың болашағы үшін қауіпті деп санаймыз. Елімізде отбасы деген ұғымға аллергиясы бар бір топ бұрыннан бері бар. Олар модернизация мен батыстандыруды алға тартып, отбасы ұғымына қарсы іс жүзінде соғыс жариялағандар. Сұрасаң, әйелдердің құқығын қорғаймыз дейді. Дегенмен олар 28 ақпан сияқты қамқоршылық кезеңдерінде еңбек және саяси өкілдік құқықтарын тартып алуды ашық қолдайды. Әйелдер мен отбасының ең үлкен жауы болып табылатын гендерлік бейтараптандыру саясатына қарсы бірде-бір сөйлем айтпайды. Кімде-кім ескі Түркиядағы әйел құқықтары туралы мақтап жатса, біліңіз, олар сіздің бүгінгі күресіңізді жамандап жатыр деген сөз. Сіз бүгінгі құқықтарыңызды университет есігінде көз жасыңызды ағызып, киіміңізге бола жұмысыңыздан шығып, қысымға ұшырасаңыз да, заң мен демократия аясында әрекет ету арқылы, қажет кезде 15 шілде түніндегідей төңкерісшілерге батылдықпен қарсы тұру арқылы құқығыңызды қорғадыңыз, яғни әрқашан күрес арқылы ие болдыңыз. Осылайша сіз саясаттан академиялық ортаға, бюрократиядан бизнес әлеміне, спорттан өнерге дейін әртүрлі салаларда еркін өмір сүрдіңіз. Жетістіктен жетістікке жеттіңіздер. Сіздің асылда қиын күресіңізді бізде қолдадық. Қолымыздан келгенше қолдадық.